Есептер шығару барысында бізде Pythonда бөлудің 3 түрлі символмен жұмыс жасайтын кездері болады, иә. Мысалға, print 17/3, яғни 1 слэш бөлумен, одан кейін 17/3, одан кейін print 17%3. Мына жерде біздің есте сақтап алатын нәрсеміз бұл 1 слэш арқылы бөлу функциясын қолданған кезде бізде шыққан жауап әрдайым float мәнінде, float режимінде тұрады. Ал 2 слэш арқылы бөлуді жүргізетін болсақ, бұл әрдайым бізге int режиміндегі, int типіндегі жауапты қайтарады. Ал мынау процент бұл бөлу нәтижесінен қалған қалдықты береді. Мен запуск басып көрсететін болсам, міне қараңыздар, 5,6 периодта ол бірінші print 17/3-тен қалған. Бұл калькулятордағы кәдімгі бөлу, және бұл float, яғни бөлшек сан режимінде, бөлшек сан типінде тұр. Ал екінші бізде 17/3, бұл бізге 5 деген тек бүтін бөлігін қайтарады. Енді мен мына жерде нақты бөлінетін, мысалға 18 деген санға ауыстырып көрейін. Запуск басатын болсам, қараңыздар, 1 слэшпен бөлу қолданған кезде бізде жауап 6.0. Ал 2 слэшпен қолданған кезде тек қана 6. Бұдан шығатын қорытынды, бөлудің мына 1 слэшпен қолданылған кезінде жауап әрдайым бізге float типтегі жауап мәліметті қайтарады. Ал 2 слэшпен қолданатын болсақ бөлуді, әрдайым int типіндегі жауапты қайтаратын болады. Демек, Python тілінде сандық мәліметтердің 2 түрлі типі бар. Ол float және int. Floatта тұрған сандық мәндерді біз int форматына ауыстыра аламыз, немесе керісінше intта тұрғандарды floatқа айналдыра аламыз. Ол үшін осы сәйкес функцияларды қолдану керек. Мысалға, a тең бізде 3,14 деген мәнді сақтайық. Ал енді b тең int a деп сақтасақ болады. Print a үтір b деп запуск беретін болсақ, бізде 3,14 және 3 деген шығады. Яғни бізде a бұл 3,14 деген сан. Міне, prinттің біріншісі дұрыс шықты. Екіншісі 3 деп шығып тұр. Себебі b дегеніміз бұл a айнымалысының ішінде сақталған санның тек бүтін бөлігі. Яғни int бөлшек санның тек бүтін бөлігін ғана алып шығуға мүмкіндік беретін функция. Немесе керісінше, біз мына жерде қазір s тең float b деп жазатын болсақ, және астына print s деп шығаратын болсақ, запуск басқан кезде бізде келесідей жауапты байқауға болады. 3,14 және 3 алдыңғы қарастырған мысалымыз, ал соңында тұрған 3.0 бізде соңғы print s-тен шыққан. Неге бұлай болып тұр? Бізде s дегеніміз b-да сақталған мәліметтің float версиясы. Мен алдын айтып өткендей, бүтін санның өзін float күйге айналдыратын болсақ, ол 3 емес 3.0 деп жазылатын болады. Яғни сандарды inттан floatқа, float'тан intқа бір-біріне ауыстыруға бізде болады екен.